Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер өте жұмсақ әрі жұқа болып шығатын құймақ пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Кейін тұз, қантты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшері видео астында көрсетілген. Осылай жақсы араластырып, біртіндеп ұнымыздың тек қана жартысын ғана салатын боламыз. Енді 1 стакан жылы сүтті құйғаннан кейін қалған ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы массамызға қайнаған ыстық суды біртіндеп құйып араластырып шығамыз. Және ең соңында міндетті түрде өсімдік майын құю қажет. Енді табамызға майымызды жағып, астын қыздырамыз да, орташа отта барлық құймақтарымызды осылай екі жағынан пісіріп шығамыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын, өте жұмсақ әрі жұқа дәмді болып шықты. Таңғы асқа немесе қонақтарыңыз келгенде пісірсеңіз болады. Ал егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын!